Саламатсыздар, мен дәрігер врачпын. Мен сізді қазір жедел аппендицитің дағдысын жүргіземін. Бірінші алдымен науқастың өмірге қажетті жүйелер мен мүшелерді анықтаймыз. Тыныс алу, есін анықтаймыз, ес ағымын, тыныс алу және қан айласын тексереміз. Одан кейін тері қабаты, кілегей қабатын тілін шығарып сұраймыз. Тілді бозадан ақтап. Одан кейін тыныс алу іш бұлшықеттерімен көге жүреді. Одан кейін жүрек сыйымдылық жер болу. Пульс 82 рет. Одан кейін іш қуысына операция жасаймыз. Оң жақ мұрын аймағына ауырсыну бар. Соған байланысты біз аппендицитке күдіктеніп 5 симптом арқылы анықтаймыз. Колгер Волкович, ол кезде науқастан сұраймыз. Пальпация жасаған кезде сұраймыз. Ауырсыну бар ма? Оң жақ мұрын аймағында ауырсыну бар. Одан кейін келесі симптом Бартор мен Михайлсон. Ол кезде науқасты сол қырмен жатып сұрамыз. Оң жақ мұрын аймағында пальпация жасаған кезде науқасқа ауырсыну бар ма? Ауырсыну бар. Шалқасын жатамыз. Бартор мен Михайлсон. Науқасты абразив симптом. 4 саусақпен басып тұрып, науқасты сол оң аяқты көтеріп сұранамыз. Сол кезде ауырсыну қатты күшейеді. Төмен түсіреміз, ауырсыну басылады. Одан кейін Ситковский науқасты сол жақпен тартып сұранамыз. Ауырсыну оң жақтан сол жаққа салбырап ауырсынған сияқты болып тұрады. Бар ма сол ауырсыну? Жақсы шалғанын көріңіз. Одан кейін шөкпен бүлемдер синдром. Ол кезде 4 саусақпен науқастың оң жақ мұрын аймағын тереңінен басып тұрып тартып қалып, сол кезде ауырсыну бар ма? Соған байланысты реттелген симптомдар сұраймыз. Су болды ма? Іштің өтуі болды ма азыр? Бас аяғының температура болды ма? Соған байланысты науқас жедел жәрдем арқылы стационарға